Баршаңызға сәлем қыздар. Сіздермен бүгін дастарханның сәні болатын осындай кереметтей сәукелені әзірлейтін боламыз. Өте оңай рецептімен жасайтын боламыз. Бізге алдымен суымыз қажет. Суымызға тағы да сүтімізді қосамыз. Және шекерімізді қосамыз. Және дрожжымызды қосамыз тағы да. Бізде кішкене дрожжымыз еру қажет, және сұйық майымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Менде сыбыр категориясында 2 жұмыртқа. Жұмыртқамызды қосып, барлығын кішкене араластырып жіберіп, ең соңынан барып тұзымызды қосамыз. Мінекей, тұзымызды қостық. Енді бізге електен өткен ұнымыз қажет. Мінекей, ұнымызды қосып, жақсылап тұрып, ұнымызды илейтін боламыз. Бізде әдемі жұмсақ, орташа теста шығу қажет. Осының барлығын қосып, ұныңыз егер кішкене сіздерде сұйықтау болатын болса, ұнды қосыңқырауларыңызға болады. Барлық рецептісі астында жазылып тұр, сол жерден көріп осылай жасасаңыздар болады. Бізде қолға жабыспайтын өте ыңғайлы теста дайын болып шығады. Мінекей, енді қамырымыздың бетін жауып, біздер тағы да 25-30 минутқа қойып қоямыз. Көтерілу үшін лажы болса жылы жерге қойғандарыңыз дұрыс. Енді қамырымыз мінекей 2 есеге үлкейді көлемі. Енді осы қамырымызбен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Қамырымызды міндетті түрде жерге түсіріп алыңыздар. Себебі осылай дастарханның үстінде жұмыс жасаған ыңғайлырақ болады сіздерге. Бұл тестадан сіздерге бір ғана сәукеле наны шықпайды, 4-5 шығаруға болады. Көлемі әр қалай болады, сіздердің жасаған формаларыңызға байланысты шығады. Енді осылай қамырымызды домалақтап алып, ары қарай жұмысымызды бастайтын боламыз. Бізге қосымша ұн қажет. Ұнымызды астына сеуіп, осылай оқтауымызбенен жұқалығы 2 мм-дей етіп, осылай қамырымызды жайып аламыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Бізде уже енді бізге конус жасау қажет. Осындай фольганың көмегімен конус жасап алыңыздар. Оны барлығы жасай алады деп ойлаймын. Енді қамырымыздың осылай бұрышын, домалақ болып тұрған, әртүрлі болып тұрған бұрышын осылай кесіп тастаймыз. Бізге бұл жерлер қажет емес. Бізге ровно шығатындай етіп осылай кесіп аламыз. Енді сіздерде қамыр кесетін арнайы осылай тор-тор қылып беретін осындай несі болады. Егер де ол сіздерде болмаса, мысалға бакалашканың қақпағымен жасауға да болады. Осылай конусымызды өлшеп алып размермен, мінекей менің қолымдағыдай осындай неше түрлі фигура салатын осыменен кесіп алсаңыздар болады. Болмаса бакалашканың қақпағыменен тесіп, әр жерінен солай домалақ қылып та жасауға болады. Мінекей, менде қамырымыз уже дайын. Біз фольганың бетіне қоятын жеріміз өте ашық етіп осылай ашып алдық. Енді фольганың үстіне осылай қоямыз. Ұшына дейін тым қатты жеткізудің қажеті жоқ. Кішкене бет жағынан үстің жағынан алып қалуымыз керек. Енді осы керек емес жерлерін осылай кесіп алып тастаңыздар. Бұны астына орап, ол қажет емес. Ол кезде бізде формасы бұзылатын болады. Дөңкейіп, ол піскен соң сосын ашылып та қалуы мүмкін. Тек қана кішкене шетін ғана астына қарай кіргізіңіздер болды. Ал былай астын толық ораудың қажеті жоқ. Тек қана жанынан көрінбей ішке қарай қайрылса болғаны. Осылай, дәл осылай жасаңыздар. Мінекей, керек емес жерлерінің барлығын қырқып алып тастаңыздар. Еш нәрсе де қылмайды. Бізде бұл шағын конус болады. Енді мінекей, біз пергамент қағазын төсеп, табамызға салып қойып, үстіңгі бөлігін әсемдеуіміз қажет. Ол үшін осылай қамырды 50 граммнан 2 қамырды алып, осылай қолменен ширатып домалақтаймыз да. Біз кішкене 2 қамырдан ғана өрімне өреміз. Ол үстіңгі қабатына. Осыны екеуін қосып бастарын бірге ширатуымыз қажет. Ширатып, кішкене ғана бізге әсемдікке ғана болса болғаны. Мінекей, басын қосып осылай
екі жаққа қарай тағы да ширатамыз. Мінекей осылай өріп ең үстіңгі бетіне, жаңағы біз жасаған конустың үстіңгі бетіне ғана қоямыз, жоғарғы жағына осылай, және артық жерлерін кесіп тастаймыз. Астына бұның барлығын қосып бастыруға болмайды, ол кезде жаңағыдай томпайып қалады, тек астына қарай бұрылса болды. Сол жеткілікті. Енді осының бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз, әдемі етіп барлық жеріне тигізіп, әдемі етіп жағып шығамыз. Пешімізді қыздырып 170 градуста 30-35 минутқа пісіріп алыңыздар. Тым қатты ыстық градусқа да пісіруге болмайды, ол кезде аралары пісіп қалады, күйіңкіреп кетеді деген сияқты. Сондықтан абайлаңыздар. Осылай пешімізге салып пісіріп аламыз. Ендігі жұмысымыз сол. Мінекей біздің сәукеле нанымыз осылай дайын болды. Өте әдемі, жеңіл болып пісті. Енді осының ішіне қалаған бауырсақтарымызды майда етіп қойып, сәнін жасай беруге болады.